Махамбеттің келіншегі. Армияға барып, 3 жыл бойы әскери міндетімді атқарып, елге келгем. Ендігі алға қойған жаңғыз мақсат жақсы келіншек алу. Әкем мен апамның тапсырмасы солай. Сөйтіп не керек? Қайсы таудың жемістері пісіпті, қайсы ауылдың арулары өсіпті деп ел кезіп жүргем. Жалғыз мен ғана емес, жалпы әскерден келген жігіт біткеннің басынан өткеретін бір кезең ғой ол. Және солай келіншек іздеп ел аралап жүрген жігіттер қай ауылға барса да, ауыл адамдары амандық саулықтан кейін қайдан келесің, қайда барасың, не шаруамен жүрсің дейді ғой баяғы. Оған айтылатын жауап та біреу-ақ. Бір ат жоғалтып, немесе сиыр торпақ мал жоғалтып, соны іздеп жүрген адам едім дегенге келеді үнем. Жаттанды болған ол жауапты естігендерде, қыз іздеп жүрмін де, деп ішінен ойлайды да қоя салады. Осы жолмен мен де жүрдім. Бірақ мен бұрынғыша мәймөңкелемей тура биыл армиядан келгенмін. Жақсы жар іздеп жүрмін деймін. Үлкен кіші кім болса да бұл жауапты естігенде амалсыз күліп жібереді де, жөн ғой балам, жолың болсын дейді. Бірақ менің отырған отырыс, жүрген жүріс, сөйлеген сөз дегендей қылық қимылдарымды байқап отырып, мына жынды қызымызды алса жырғатпас дейм екен, қызы бар үйлер тым-тым сақтана бастайтынын оңай аңғаратын едім. Ел арасы болған соң неше түрлі адамға кезігесің. Кей адамдар тезірек шайын құйып, сыпайы ғана аттандырып салады. Кей адамдар бір жағын қалжыңға сүйеп, әне үйде бір жақсы қыз бар, соған бар дейді. Сол неше түрлі адам дегеннен шығады. Бірде тағы да сол алыс сапар шегіп, қайтар жолда кез келген бір үйге келіп қонған едім. Үй иесі балуан денелі, батыр тұлғалы, артық ауыспен аса жұмысы жоқ, сөзге сараң, жаны тыныш жігіт екен. Үйге кіргеннен аман сәлем білісіп, жөн сұрасқаннан басқаға бара қоймады. Ал келіншегі келбетімен кез келгенді таң қалдыратын кереметтей керім болмаса да, онша сиықсыз емес. Әдеміше келген қазақтың нағыз қараторы дейтін, денесінде бір сыдым артық ет жоқ, сылаңдаған сиқырлы келіншек екен. Оның үстіне әзіл мен қалжыңның түбін түсіретін ашық жарқын, жан-жағына сыңғыр-сыңғыр күлкі таратып, қолы мен аузы қатар қозғалатын нағыз пысықтың өзі болып шықты. Маған оюлы қызларда шыны аяққа қаймақ қатқан қызыл шайды құя отырып, ал бауырым, сонымен келіншек іздеп жүрген жігіт болдың ғой. Сен сықылды, бой десе бойы, ой десе ойы бар, келісімді де келбетті жігітке жар болатын қыз әрине табылады. Тек махаббаттың машақаты адастырып кетіп жүрмесе, деп әлгі батыр тұлғалы сөзге сараң күйеуіне бір қарап күліп алды да, махаббаттың машақаты қиын. Мен мына батыр жігітке қалай тигенімді айтып берейін ба саған, деді де, менің жауабымды күтпестен, мен кітап оқып отырып, Махамбетке ғашық болып қалдым. Махамбет дегенде, сен ауылдың бір Махамбет атты боқмұрын екен деп ойлап қалып жүрме. Кәдімгі мен едім, мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ередім дейтін Махамбет батыр қайда? Дәл соған өлердей ғашық болып қалдым. Содан ары да тыпыршып, бері де тыпыршып, Махамбеттің табылмайтынына көзім жеткен соң, болмаса Махамбетке ұқсайтын біреуді табайын деп жан таласып жүргенде мына аған кесікті. Қараш өзің, Махамбетке ұқсайтын шығар. Махамбетті көрмесем де, сол мен едім дейтін көзсіз батыр осындай-ақ болды ғой, деп ойладым да, алды артына шығып, өзім артынан еріп, жүгіріп жүріп келіп алғам. Енді ойласам, бұл жігіттің жігері сол батырлардан да асып түсті, деп күйеуіне қарап сыңғырлай күлді. Ал ана ағамыз болса, соншалықты бір мейірімділікпенен сөзшен келіншегіне қарап,
басым бір шайқады да мырс етіп күліп: «Ей, Махамбеттің келіншегі, үйге келген қонаққа аузыңа келген артық ауызды айтып көпіре бермей қазан көтер, тамақ ас» деп еді. Келіншек орнынан ылп етіп тұрып, тағы да сыңғырлай күліп тамақ асуға кірісіп еді. Осы оқиға ойыма түскен сайын сол келіншектің бет-әлпеті қазір де көзіме көрініп, сыңғыр-сыңғыр күлкісі құлағыма естілгендей болады. Махамбеттің келіншектері аман болсын. Әңгімені жазып оқыған Байыт Қабанұлы. Әңгіме мұнап жатса, арнама тіркеліп, пікір жазып отырыңыздар.